Тәуелсіздіктің 20 жылында жасалған бар жақсылық жастар үшін елдік пен егемендіктің киелі туын 21 ғасырда асқатата желбірететінде болашақ ұрпақ. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздіктің мерейтойында ел жастарына арнаған сөзінде осылай деген болатын. Ал жүрегі елім деп соққан жас буын тәуелсіздікті тұғырлы етуге қосар үлесіміз әлі де орасан дейді. Тарих тоғыстырған, тағдыр табыстырған бүгінгі күнге қазақ халқы ерлікпен қол жеткізді. Қуатты Қазақстанның құтты іргесін, мығым шаңырағын шайқалтпай ұстау келешек жастардың міндеті. Ақтүйенің қарны жарылған ұлыстың ұлы күнінде елбасы тұтас қазақтың жастарға деген сенімін осылай жеткізді. Біз сендердің білікті маман, болашағы жарқын, отаншыл азамат болып өсулерің үшін барлығын жасап келеміз. Біз сендер үшін білім беру мен ғылымның ең озық жүйесін жасаудамыз. Сендердің алдарыңнан ата-бабаларың армандап көрмеген ғаламат мүмкіндіктер ашылуда. Біздің жеңісті жолымыз бен жасампаз дәстүрімізді сендер лайықты жалғастыруға тиіссіздер. Тәуелсіздіктің кепілі бірлікте, ел бірлігін көздің қарашығындай сақтау болашақ ұрпақтың қолында. Сонда ғана жері жұмақ, халқы қонақжай қазақ елі өркіндей бермек. Тағдырдың сыйын тамаша пайдалана білген аға буынның ісін болашақ ұрпақтың лайықты жалғастырғаны керек деді мемлекет басшысы. Бірнеше ғасырдан кейінгі Қазақстанның келешегі келісті, келбеті көрікті болуын армандаймын. Менің тұтас тағдырым, қазір қайратым, білік тәжірибем тәуелсіздікті нығайтуға, отанымды көркейтуге арналып келеді, арналады да. Бұл ретте тәуелсіздігімізді тұғырлы, мемлекетімізді ғұмырлы ету біздің ортақ мүддеміз. Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл сөздері ел жастарын қанаттандырмай қоймады. Елбасының қолдауын сезініп отырған айбынды жастар ел үшін аянбай еңбек етуге әзір. Қазақтың көптен аңсап жеткен үлкен арманының бірі ғой. Сондықтан мен тәуелсіздікті мақтан етем. Біз келешек ұрпақ, яғни алдыға жетелеуіміз керек, қазақ елін гүлдендіруіміз керек. Тәуелсіздік біріншіден айтар болсақ, күш берді, қуат берді, жігер берді. Тәуелсіздік есікті қағып жатса, мен осы тәуелсіздіктен іңгәлі өмірге келіп жаттым. Біріншіден, екіншіден тыныштық, бейбітшілік, өмір, алдыңғы көріп кеткен қиындықтарды біз көрген жоқпыз. Жаһан мойындаған қазақтың елін алда толағай табыс күтіп тұр. Жолбарыстай қайратты, қырандай күшті, қанатты деп мағжан жырлаған қазақ жастарының алаш атын асқақтатары анық. Нұргүл Ахметова, Айқын Бекетаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.